қазіргі бүгінгі күні Қазақ ұлттық медициналық университеті Асфендияров атындағы симуляциялық орталығында ішкі істер департаментінің қызметкерлерінің алғашқы медициналық көмек көрсету дайындығы өтті. Және бұл өтілген шаралар алтын сағат деп аталынады біздің медициналық тілде айтатын болсақ. Жалпы осы ішкі істер органдарының қызметінде осы жедел жәрдемге дейінгі алғашқы көмек өте керек деп ойлаймын. Себебі неше түрлі оқыс апаттар, неше түрлі жағдайлар болған кезде ең алғашқы жететін ол полиция қызметкерлері.